Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жоғары дәрежелі спорттық орденмен марапатталды. Құрмет төсбелгісін бүгін Ақордада қабылдауда болған кезінде Біріккен күрес әлемі халықаралық федерациясының президенті Ненат Лалович табыстады. Бұл туралы президенттің баспасөз қызметі хабарлады. Мәртебелі мейман Қазақстанның осы спорт түрін дамытуға қосып отырған зор үлесіне тоқталды. Және Астанада өтіп жатқан Азияның олимпиадалық біліктілік турнирін ұйымдастыруға қолдау көрсетілген үшін алғысын білдірді. Мемлекет басшысы кездесуде күрес қазақтар үшін тарихи спорт түрі екендігін айта келе, бүгінде мемлекет спорттың осы түрін жастар арасында танымал ету үшін зор күш-жігер жұмсап отырғандығын тілге тиек етті. Борьба для казахов – исторический вид спорта. Еще с древних времен ни один праздник, ни один той не проходил без борьбы. Поэтому мы прославляем своих героев, которые были в народе, они в устах народа, и молодежь увлекается. Хорошие были успехи, вы знаете, наших борцов. И сейчас готовимся мы к следующим Олимпийским играм. Қазақстан президенті осы спорт түрінің шын жанкүйері десем артық кетпеспін. Мемлекет басшысының өзі жас кезінде күреспен айналысқанын білеміз. Осы Азияның олимпиадалық біліктілік турнирін Астанада ұйымдастырып, өткізуге үлкен қолдау көрсетіліп жатқанына шын көңілімнен алғысымды білдірем. Біз сіздердің күрес федерациясымен әріптестікті әрі қарай нығайтып, тәжірибе алмаса беретін боламыз.